Сәлеметсіздер ме, менің қадірлі көрерменім? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге Базаркүл, пенсиядағы апа, немерелерімді дәмді тамақтармен қуантуды жалғастырудамын. Каникул жалғасып жатыр, немерелер демалып жатыр, семья мүшелері бәрі демалыста, біреу алысқа кетті демалуға, біреу жақын жерге, туған туысқандарға кетті деген сияқты. Мен де демалып жатырмын, менің демалысым осымен, осы немерелерімді қуантам. Осындай бүгін міне бәріміз сүйіп жейтін дапанжи деген тағам дайындап көрсететін боламын. Міне бір тауықтың етінен осындай міне бір табақ және міне лапшасының жартысы бар, тағы да оған подливы бар қазанда. 2 табақ тамақ дайын болды. Енді бұл тағамды қонақ келсе де, өз семья мүшелеріңізбен отырып бір кешке бәрі оралғанда үйге отырып бір-біріңізбен шүйіркелесіп әңгіме айтып отырып жейтін тамақтың түрі. Менің рецептім бойынша дайындап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ендеше біз бастаймыз. Ал онда бүгінгі ас мәзірімізге кірісейік. Ол үшін бізге міне бір тауықтың еті керек. Қазір бұны бөліп дайындаймыз. Және мынандай осындай тауыққа арналған дәмдеуіш керек. Күнжіт майы керек, осындай. Жаңағы дәмдеуіштерді міне тарелкаға салып дайындап қойдым. Бір пияз, 1-2 ащы бұрыш керек. Және одан да басқа керек заттарды пісіру барысында айтатын боламын. Алдымен біз тауықты бөліп, турап және суға бір 5-10 минут қайнатып алатын боламыз. Керек емес жерлерін алып тастаймыз. Міне тауығымызды түгел турап алдық. Енді бұл етімізді мынандай қазанға су құямыз да, суық су құйып, оған кішкене тұз салып, бір 5-10 минут қайнатып аламыз. Тауығымызды қайнауға қойдық. Енді 100 грамм су, 1 жұмыртқа, 1 шай қасық тұз қосып, және 400 грамм ұнды қамыр илейтін боламыз. Ол үшін бізге кең ыдысымыз қажет. Суымызды құямыз. Оған жұмыртқамызды қосамыз. Және тұзымызды саламыз. Енді 400 граммдай ұнымызды салып, орташа жұмсақтықта қамыр илейтін боламыз. Міне, жақсы, жұмсақ емес, өте қатты да емес, әдемі қамыр иленді, пельменге илейтіндей.
пельменге, бешбармаққа илейтіндей қамыр кішкене тұрады. Оған дейін демалып тұрғанша біз өзінің ыдысына салып бетін жауып қоямыз. Тауығымыз 10 минуттай қайнады. Енді астын өшіреміз де түсіріп аламыз. Біз енді дапанжиді пісіруді бастаймыз. Мынандай вок қазанымыз бар. Осы вок қазанымызға мен палау пісірем, қуырдақ пісірем, осындай аз мөлшерде үйде керек болғанда. Қазір осы дапанжидті осыған пісіретін боламыз. Міне осындай қазан. Табамыз қызды, май құямыз. 100-120 миллиграмдай. Мынау бокал 200 грамдық, мен жартысынан құйдым. Міне майдың түбіне 2 қасықтай қант салдым. Қазір бұл қантымыз еріп, көпіршу керек. Мына тауық етінің қып-қызыл боп светі әдем болуына әсері бар. Міне көпіршіп шықты. Енді тауығымызды саламыз. Міне түсі қандай керемет болды. Тауығымыз бірден әдемі қызыл қоңыр түске боялды. Бір түйір пиязды тура жібереміз. Жақсылап қозғап отырамыз. Үш түйір чеснокты турадым, салып жібереміз. Соя соусын құямыз. 1, 2, 3, 3,5. Және мына жерде дайындап қойған дапанжиге арналған дәмдеуіштеріміз бар. Мынау кориандр. Бұның бәрін сеппейміз, аздап себеміз. Керегінше өзіміздің дәмімізге байланысты. Мынау үшеуі көп болады, ащы болып кетті. Сондықтан мен 2-уын ғана салам. Мынау бадьян 2 түйір. Және мынау қалған хоаджо және де басқа да осы қытайша дәм беретін дәмдеуіштер. Жақсылап араластырып қоямыз. Ас қасық толтырмай, күнжіт майынан қосамыз. Толтырмай ғана ас қасықты. Міне, мына жерде 1,5 килограммдай картоп, қазір осын турап дайындаймын. Енді картопымызды саламыз. Картоп көп десеңіздер, азырақ қосуға болады. Ол өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Мен жаңағы 1,5 килограмм картоптан ірі біреуін алып қалдым. Өте көп болып кетті. Картопымыз кішкене қуырылғасын, су құямыз. Шай қасық тұз қосамыз. Енді тауығымыз, картошкамыз батып тұратындай етіп, су құямыз. Осылай 20-30 минут қайнатамыз. Тауық картошкамен қайнап жатыр. Біз енді пиязды, чеснокты және жартылай ащы бұрышымызды турап дайындап қоямыз. Ірі етіп турап қоямыз.
Біз пока тауығымыз бен картошкамыз қайнап жатқанда мына қамырымызды дайындай береміз. Қамырымызды жайып пісіріп алуымыз керек, тауық пісем дегенше. Мына қамырым мына жерге сыймайды жайғанға, сондықтан мен мұны екі бөліп жаямын. Бір-екі минут жата тұрады. Міне қамырымызды былай жайып алдық. Қалыңдығы бір миллиметрге жетер-жетпес, жұқа 5 бармаққа жайғандай. Енді бұл қамырды дапанжеге арнағанда осылай 5 бармақтың қамырындай етіп былай кессе де болады, лапша етіп кессе де болады. Мен лапша етіп кесейін деп отырмын. Кішкене ұн сеуіп жібереміз. Сосын былай гармошка етіп осылай жинаймыз. Ол лапшаны былай ұзын көтеруімізге ыңғайлы болады. Тақтайдың бетіне қойып кесіп аламыз. Лапшаны жіңішке қылмаймыз, жалпақтап өтіп кесеміз. Енді былай шетінен біріншісінен ұстап, былай созып көтереміз. Міне ұзын-ұзын лапша болды. Барлығын солай көтеріп аламыз лапшаны. Ұн себелеп аламыз. Көп сеппейміз, шамалап. Көп сеуге де болмайды. Жұқалап қана. Оқтауымызға орап аламыз. Және мынандай гармошка сияқты етіп жинаймыз осылай. Қамырды екіге бөлеміз. Бір жартысын қоя тұрамыз. Енді мына шетінен жай былай ұстап көтерсек, лапша өзі көтеріле береді. Енді бұл лапшаларымызды тұз салынған ыстық суға пісіріп аламыз. Қазанымызға қайтып келдік. Картошкасы жұп-жұмсақ пісіп қалған. Дәмі керемет. Бір шай қасықтай қант саламыз. Бір жарты шай қасықтай уксус құямыз. Жаңағы дайындап қойған пияз, чеснок және қызыл жасыл ащы бұрышымызды саламыз.
Сөйтіп жақсылап араластырып қоямыз. Тағы да бір 5-7 минуттай, одан да азырақ ұстасақ болады. Бір бұрқ еткізсек болады сол. Мына перістің, бұрыштың, ащы бұрышымыздың, пияздың, чесноктың дәмі шықсын деп. Лапшаларымызды салып пісіріп аламыз. Қозғап қоямыз, бір-біріне жабысып қалмасын деп, көтерілгенше. Тамағымыз дайын болды. Лапшамыз. Міне, тамағымыз дайын болды. Қане, осылай. Менің рецептім бойынша дайындап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Дәмін көрейік ендеше. Астында қолдан жайған қамыры. Міне. Оның қасына картопын қоямыз. Оның қасына етін қоямыз. Иісі керемет. Аңқып тұр. Еті жұп-жұмсақ үлбіреп тұр. Уылжып піскен еті. Міне үлкен кусок еттер мынандай. Қалай? Жасап көресіздер ме? Менің жасаған әдісім ұнады ма сіздерге? Қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің видеоларым алдарыңыздан шығып отырады. Жаңадан шыққан видеолар. Ас болсын.